Ассаламу алейкум, қайырлы күн, махаббатқа толы бағдарламамыздың тұрақты көрермендері, біз үшін қымбатты көрермендері, жаңа маусым Аллахтың қалауымен басталды. Сіздермен бірге мен Бауыржан Сәкенұлы және де ең сұлу қыздарыңыз Балауса Амантай. Құрметті көрермен, өздеріңізді біз сағынып қалдық, қауышқанымызға өте қуаныштымыз. Бізбен бірге осы 6-шы маусымды жаңа қатысушылармен бірге, бәлкім ескі қатысушылармен бірге өткізетін боламыз. Сондықтан жіберіп алмаңыздар. Және де ескі қатысушылардан кім қатысушы болады, жаза кетіңіз. Бәріне сәлем, бүгін бізде күшті түсірілім болып жатыр. Біздің образым осындай. Мен 10 мың алдым. Бар? Осындай тұрған жағымыз бар еді. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, менің де даусымды сағынып қалған боларсыздар. Біз қайта оралдық, 6-шы маусым. Біздің жаңа қатысушымыз, жаңа қатысушымыз Адил. Қалайсыз? Жақсымын, шүкір. Сонымен сіз Әділ? Адыл, көрдіңіздер ме, естіп алыңыздар. Мен қате айтып жатсам, мән бермеңіздер. Сонымен өзіңіз туралы қысқа нұсқа айта кетіңіз. Жасым 35-те Алматы қаласының тумасымын. Үйім бар, тұрақтылық бере аламын, жүрегімді бере аламын. Және де әрқашан өзімнің заботамды бере аламын. Қыздар Әділ Жомарт сияқты. Мына жақтағы қыздардың көзі түспей тұрғанда міндетті түрде ертеңнен бастап үміткер болып дәл бүгін енді айта алмаймын бүгін кел деп. Ертеңнен бастап келіңіздер үміткер болып. На киімді кеше ғана алғанмын ғой. Әңгіме айтамын деп күйдіріп алдым. Блин, не мынау? Бір рет болсын киген жоқпын ғой. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like